Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен тағы да бір қырыққабаттан жасалатын тағам, тез дайындалатын тағам, жұмыстан келгенде тез жасай қоятын тағам, жарты сағатта дайын болатын тағамды ұсынуға отыр. Сондықтан осыны сіздеріміз қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Біз мына шегілген ет алдық, бір жарты килодай. Пиязын турап қойдық та, дәмдеуіштерін салдық. Басқа ештеңенің керегі жоқ. Күріш қосам десеңіздер қосыңыздар, мен қоспадым. Сосын 1-2, 4-5 картоп алдық, бір сәбіз алдық, бір пияз керек қойғанға. Сосын ең басты мынау көкөніс, бұл қырыққабат керек. Қырыққабаттың мынау жағын алып тастадық. Енді бұны қазір жапырақтарын алуымыз керек. Бұл жапырақтарын алу үшін көбісі кейбіреуіміз суға саламыз. Мен бір лайфхак көрдім, микроволновкаға салу керек екен, 3-4 минут. Қазір соны жұмсақтау қабығын алып алуымыз керек. Мынау микроволновкаға қойған қырыққабат жақсы екен, себебі аяғына дейін бұл құртылмайды екен. Суға салсаңыз аяғына дейін құртылады. Тем более қазір қырыққабат деген қымбаттап кетті ғой, бүгін жаңалықты айтып жатыр. Қандай қымбат болып кеткен ғой. Міне қараңыз, етті саласыз. Кәдімгі голубцеге салғандай саласыз да, бұрайсыз. Міне сөйтесіз да, мынау шұқимен, табақшалармен, аяқшалармен жаба саласыз. Міне келесісін аласыз. Қазанға да келдік. Міне көріңіз, картоплы, сәбізі, пиязы бәрін дәмдеуіштер қосып одан деп қуырып жатырмыз. Сонымен қуырғаннан кейін үстіне бір стакандай су қосып жібереміз. Қайнаған су. Соның үстіне жаңағы қырыққабатқа оралған етіміз саламыз. Міне енді отын астын жай қойыңыздағы, қақпағын жауып жарты сағат тындырыңыз. Керемет тағам болуға тиіс. Жарты сағат болды. Керемет тағам, қараңыздар. Диета сақтайтын адамдарға да, барлық адамдарға да керемет тағам болды. Қазір дастарханға барады. Міне керемет тез дайындалатын сондай керемет тағам дастарханға келді. Қараңыз, еті де бәрі де дайын. Міне осы рецептпен де жасап көрсеңіздер болады. Бұндай рецепттер интернетте өте көп, бірақ менің осы тәсіліммен де жасап көріңіздер. Мен күріш қоспадым, бірақ күріш қосып та жасасаңыз болады. Бұрыштар қоссаңыздар да болады. Бұрыштар қымбат екен, сондықтан мен алмадым. Осы тәсілімді көріп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қоштап, қолпаштап жүрулеріңізге болады. Менің каналымның алға жылжуына көмектеседі. Мен өте қуанамын әрбір комментарийға, әрбір ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.